أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الله мәжілісімізді қайырлы етсін, әрдайым болуды нәсіп етсін, және де періштелер қаптаған сондай мәжілістерден етсін біздің мәжілісімізді. Алла сауаптан жазсын. Бүгінгі бастап жатқан сабағымыз бұл Абдулла Сироджуддин деген кісінің кітабы, Мұхаммед Расулулла, Мұхаммед Алланың елшісі деген. Және де Шамаилухул Хамида, Хисалухул Маджида дейді. Оның ардақты бір сипаттары пайғамбарымыздың сол туралы сөйлейді. Сипаттар деген енді мінезге қатысты сипаттары бар, ішкі сипаттары, одан кейін екінші жалпы сыртқы сипаттары қандай болған. Яғни жақсылап оқып, естіп, үйренсек, бір пайғамбарымызды көріп тұрғандай неге жетеміз? Яғни ойымызша елестетіп, әйтеуір пайғамбарымыз көрмесек те не істейміз? Көргендей болға не істейміз? Ұмтылады екенбіз осы сипаттарды оқу арқылы ше. Өйткені адам өзінің жақсы көретін адамы туралы сипаттар айтылса не істейді? Жүзіне жаңағыдай күлкі ұялап, сол кісіні еске алып, одан сайын несі көргісі келуі, махаббаты не істейді екен, артады екен де ше. Сол ең бірінші имам Термизи деген кісі жазып шыққан, ертеректен Өзбекстанның ғалымы хадистен. Жалпы Шамаил деп атайды да пайғамбарымыз хадис сипаттарды. Одан кейін басқа да кітаптар жазылған. Қоди Аят деген кісінің Шифа деген кітабы бар. Егер Шифа деген кітап болмаса, кімді пайғамбарымызды адамдар танымас еді деген сөз бар. Яғни ол толықтай қамтып жазып кеткен, кішігірім нәрсеге дейін барына дейін. Бұл енді біздің өтіп жатқан кітабымыз сол мағынада, сол тақырыпта сөйлейді, бірақ осы өзіміздің заманда өмір сүрген кісі Абдулла Сироджуддин деген хадис ғалымы 1924 жылы туған, 2002 жылы қайтыс болған. Өзінің атынан өте үлкен кісілерді қалдырған, шәкірт етіп. Мысалы, Абдул-Фаттах Абу-Ғудда деген кісіні білесіңдер, өте үлкен кісі. Сондай кісіні дайындаған, одан кейін Нуриддин Айтыр деген кісіні дайындап кеткен, яғни шәкірттері өте үлкен кісілер. Одан кейін қазір хадистен ең бірінші ғалым деп айтуға болады, Мұхаммед Ауама деген кісі. Сол кісінің есі ең көп пайда берген ұстазы осы кісі екен. Енді бұл кісі туралы шәкірттері айтқан екен, бірде шәкірттер таласады ғой, ұстаздар жайында таласасыңдар ғой, мысалы, мына ұстаз мынандай біледі, мына ұстаз негізі фиқтан жақсы біледі, анадан қарағанда деп салыстырасыңдар ғой, біз туралы айтып негізінде. Сол сияқты медреседе болады сондай, ана ұстаз мықты біледі деген сияқты. Сол сияқты шәкірттер салыстырған екен ше. Біздің ұстаз бір 50 мың хадис біледі деген да біреу, сөйтсе жоқ, одан да көп біледі деп. Біреу өте үлкен санды айтқан ше. 80 мың ба, 100 мың ба сондай санды айтқанда, сондай хадис біледі, ондай білмейтін болса, менің әйелім талақ болсын деп айтқанда, яғни сенімді болып айтып тұр да, ше. Бізде фиқта білесіңдер ғой, өйтіп шарт қоятын болса, мысалы, ондай болмай қалса, айтқандай не болады? Әйеліне талақ түсіп кетеді, бүйтіп ойнап айта беруге болмайды да негіз. Егер мынандай болса, әйелім талақ болады деп шарт қойсаң, шартың болмай қалса не болады? Әйелің талақ болып кетеді. Сөйтіп, сондай нәрсе айтқан, яғни 100 мың хадисті біледі біздің ұстазымыз. Егер ондай білмесе, әйелін талақ болсын деп айтқан екен. Сөйтіп, кейін ұстазы келген, сол кезде бір шәкірттердің біреу барып айтыпты, біздің осындай арамызда әңгіме болды, сөйтіп сіз жаңағы бір шәкірт байқамай айтып қойды деген ғой. Сөйтсе жаңағы шәкіртке қарап, иығына қарап, айтқан шәкірттің иығынан ұстапты дағыны, одан кейін екінші бүйтіп айтушы болма, бірақ сен жаңағыдай талақ түспеді деп айтыпты да. Яғни не деген сөз? Сонда 100 мың хадис болуы мүмкін емес, одан көп хадис болуы мүмкін білмейміз да, бірақ 100 мың хадистен не емес, аз емес. 100 мың хадис дегенде, мысалы, барлығы не емес, андай түсінбеу керек та. Мысалы, кейбіреулер айтады, ол хадис деген Сахих Бухари 6 хадисті жинасаң, ондай хадис шықпайды ғой дейді да, 100 мың хадис шықпайды. Ол қаяқтан шығарып алдыңдар деп айтуы мүмкін да. Бұл бір хадис болады, сөйтіп сол хадистің әртүрлі тізбектері болады. Мысалы, 2-3 адамнан жетеді дұрыс ол хадис. Және басқа жолмен тағы да жетеді да. Түсінікті ма? Соның барлығын не деп есептей береді бізде? Хадис деп есептей береді. Яғни бір мәтін болуы мүмкін, бірақ оның 6-7 жолдары болуы мүмкін, 7 жолдар ше. Соның барлығын қосқанда хадис деп есептей береміз да. Түсінікті ғой,
сондай хадис біледі деп айтқан екен. Яғни заманымыздың өте үлкен несі білгірі және де пайғамбарға деген махаббаты өте ерекше болған дейді. Сонымен кәдімгідей өмір сүрген, яғни жүрісі, тұрысы барлығы не пайғамбарға деген махаббатқа не істеген толған екен. Жалпы бұл Шам ғалымдарының өзінің ерекшелігі сондай. Сөздерінде сөйлессең, не істейтін болсаң, әрдайым салауатта жүреді, пайғамбарымызды еске алып отырады да. Сондай кісі екен. Одан кейін бұл кісі енді қателеспесем өзінен сұраған, немесе осылай айтылады, бұндай ілімге жетудің не себебі дегенде, біріншіден сондай ілім отбасында не істеген, дүниеге келгенде әкелері де іліммен айналысқан. Одан кейін екінші бір себебі өзі айтқандай, бір күні әкем жаңағыдай арқасы ауырып кетіп бүйтіп жастық іздеп қалды дейді да. Сол кезде жанында бүйтіп қараған, бөлмеде жастық болмайған, сөйтіп осы кісі жазған кісі не істеген, барып арқасын тіреп отырған да, отыра беріңіз маған сүйеніп деп ше, түсіндіңдер ме? Яғни жастықтың орнына өзінің арқасын бірден сүйеп не істеген екен. Сол кезде әкесі разы болып батасын берген деп айтады да. Шынайы махаббаттан туған нәрсе да ол, жаңағыдай ойыңа келмейді ғой әйтпесе бүйтіп барып қоя салу деген. Жоқ қой деп отыра береміз ғой, жас таппай отырмын что-то деп. Ондай нәрсе жоқ екен да, бұл кісі шынайы махаббат болған, түсінді ме? Бұл енді әке шешенің несі деген, дұғасы деген өте ғажап нәрсе. Шынайы сезіп пайдалана алсақ егер ше. Түсінікті ғой? Одан кейін енді бұл кітаптың тағы бір несі бар. Бұл кітап жазып болғаннан кейін осы кісі түс көреді, үстінде шаң-шаң болып жатқан шапанында. Сол кезде пайғамбарымыз шаң қаққан екен да ше, осы кісінің, жазған кісінің. Сөйтіп өзі кейінірек андай түсіндірген екен да, осы кісі, яғни мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы дұрыс емес пікірлердің барлығын тазартып, шынайы пайғамбарды не істедім, сипаттадым. Кейбір мәселелер бар, ішінде кейін айтып кетеді. Яғни пайғамбар қателесе ме, қателеспей ме деген ақидада келеді ғой мәселе. Сол жайында бұл кісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қателеспейтіндігін айтады ше. Сөйтіп соны дәлелдеп шығады. Сол мәселелер бойынша жалпы не дейді? Пайғамбарымыз үстіндегі шаңын қаққан екен бұл кісінің. Енді білеміз, әрбір үммет өзінің әйтеуір пайғамбарларымен бірге келген, әр үмметке өзіне сай пайғамбарлары келді, өзіне сай мұғжизалар келді. Тилкар русулу фаддална баъдахум аля баъд. Сондай елшілер бір-бірін біреуінен естедік, артық еттік дейді. Ва минхум ман калламаллах. Олардың ішінде кіммен, Алламен естегендер бар, сөйлескендер де бар дейді. Сондай сияқты әр елшінің өзіне ерекшеліктер берді. Бірақ бүкілінің барлығының міндеті, шариғаттары әртүрлі болды. Мысалы бізде фих деп айтамыз ғой, бір нәрсе кейбір үмметтерде халал болуы мүмкін, кейбіреулерден істеу мүмкін, адал емес болуы мүмкін. Бірақ барлығының негізгі діңгектері қай жерде бірдей болады? Бұл таухидты, Алланы жалғыздау, немесе сенімге байланысты нәрселерде не болады екен? Бірдей болады екен, ешқандай не істемейді, таласпайды. Сондықтан да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар. Нахнул анбия абнау аллатин дейді. Біз аллаттың балдарымыз дейді. Аллат деген сөз, яғни әкесі бір, аналары әртүрлі бауырлар болады ғой. Біз сондаймыз дейді да. Өйткені бәріміздің діңгегіміз, әкелеріміз бір деген несі, мақсаты, яғни бір ақиданы жеткіздік дейді. Ал аналары бөлек деген, яғни әртүрлі не? Шариғаттарымыз әртүрлі дейді да. Түсінді ме? Соны абнау аллат деп айтады екен. Сондай әр түрлі елшілер келді. Ал енді бізге соңғы үммет ерекше өзімізге тән не берілді? Елшілердің мырзасы болған және кез келген жаратылыстан абзал болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жіберілді. Жалпы нелер? Пайғамбарлар кімдерден абзал болады? Періштелерден де абзал. Біздің неде? Ақида сенімізде солай деп сеніледі. Енді бүкіл, өйткені не үшін періштелерден абзал болады екен? Өйткені періштелер, мысалы кейбір періштелер бар, жаратылғаннан бастап не қылды дейді? Рухукте тұрғандар бар дейді. Жаратылғаннан бастап не? Сәждеде жатқандар бар. Алланы зікір етіп, тоқтамастан ше. Мысалы төбеде Бәйтул Маъмур деп, соны тауап етіп жатқандар бар деп, тоқтамастан. Бірақ сонда да сондай құлшылық жасай тұра пайғамбарымыздан немесе жалпы елшілерден не істей алмайды екен, артық бола алмайды екен. Өйткені олар, былайша айтқанда, біз ауаны жұтқан кезде не істемейміз, ешқандай бізде таңдау болмайды ғой. Андай
автоматты түрде кетіп жатыр ғой біздің ауа жұтуымыз. Сондай сияқты олардың құлшылығы уже не болып кеткен, өздеріне солай жаратылғанда тән болып кеткен, таңдаусыз ондай нәрсе жоқ та. Ал енді елшілерде адам болғандықтан оларда не болады, бәрібір бір нәрсеге қызығу деген нәрселер не болады, елшілерде де болады да. Ал сондай өздің ішіндегі қалауларын жеңе отырып құлшылық жасағандықтан олар не болады екен, періштелерден де абзал болады екен. Одан кейін енді бізге сол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жіберілді. Пайғамбар әр ісі, сөзі не болады, сүннет болады. Сүннет деген нені анықтамасы қалай болады? Пайғамбарымыздың бірінші ісі, одан кейін сөзі, мысалы иннамал амал бинният деді, мысалы амалдар ниетке байланысты деді. Осы сүннет. Пайғамбарымыз қанша ракат оқитын еді деді. Бұл да сүннет ісі. Одан кейін тақрират, мақұлдаулары, яғни бір істі көрді, сөйтіп ештеңе қайтармады. Болмайды деп айтқанда жоқ, үндемеді. Яғни үндемеуі неге дәлел болады? Оның жайыз екендігіне. Немесе біреу бірдеңе істеп жатқанда күлімдеп қарап тұруы. Бұның барлығы не? Тақрират, яғни мақұлдаулар дейді. Бұл да сүннетке айналады. Содан кейін соңғысы сипаттар. Пайғамбарымыздың мінездері, сосын сыртқы сипаттары. Мысалы кожасының түсі дейді, терісінің түсі қызғылт тартқан, бірақ ақ болған деп айтады. Бұл да сүннет деп аталады екен. Одан кейін бойы нашар болған деген сияқты. Одан кейін мінезі мысалы жұмсақ болған пайғамбарымыз, бұл да не болады? Сүннет болады. Енді осы соңғы сипаттар дегеніміз екі түрлі сипаттар. Осы не деп айтады? Шамаил деп айтады. Шамаил Мұхаммадия дегенде пайғамбардың сипаттары дегенде осы мақсатта екен. Кітап енді осы туралы сөйлейді. Бірінші сипат енді хилқи сипаттар дейді. Хилқи сипаттар дегеніміз адамның кәдімгі сыртқы болмысы. Оған ешқандай не құрылмайды, бізде үкім құрылмайды. Мысалы, әркім әртүрлі жаратылды ғой. Сен пайғамбарымызға ұқсаймын деп, мысалы, сен бір жеріңді өзгертпейсің, міндеттемессің, керісінше күнә аласың ол кезде. Бұл сыртқы сипаттарда ешқандай не жоқ, үкім жоқ. Бірақ сыртқы сипаттарды оқу арқылы не істейді екенбіз? Махаббатымыз артады екен пайғамбарға деген. Мысалы, кез келген адам өзінің ғашығы, мысалы, болады. Сол туралы біреу бүйтіп айтып жатса, мысалы, сен ғашығың мынандай еді деп, мысалы, анасыма біреу сипаттап жатса не болады? Оның одан сайын несі махаббат артады көруге деген. Сол сияқты сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мүлде көрмегенсің, сөйтіп саған осындай болған десе, сен көруге нең артады, махаббатың артады. Одан кейін сен жақсы көргеннен кейін не істей бастайсың, оған бүкіл істерінде ере бастайсың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Сонда біреулер ойлау мүмкін да, ол пайғамбарымыздың қандай болғанын білгеннен не пайда деген сияқты ше. Бұл ең бірінші махаббат болмаса не болмайды? Еруге деген сенде не болмайды? Ынта болмайды. Қазір күдік заманы, мысалы, әртүрлі күдіктер таратып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы. Егер сен махаббатың болмаса, әшейін іліммен не істей алмайсың, жеңіп шығу қиын болады да. Пайғамбарымыз шынайы жақсы көрсең, ондай күдіктерге не істемейсің, ұрынбайсың. Түсінікті ғой, сондықтан сипаттарын әрдайым оқып жүру, бұл сенің одан сайын неңді махаббатыңды арттырады. Екінші, пайғамбарымыздың хулуқи сипаттар дейді. Хулуқ деген біздің қазақшада мінез құлық дейді ғой. Осы құлық сипаттар бұл кәдімгі мінездері енді. Жұмсақтығы, қай жерде ашуланған, қай жерде қатты сөйлеген, қай жерде жай сөйлеген деген сияқты. Бұдан енді үкімдер шығады. Бұған еруден сен не аласың? Сауап аласың. Бұл сүннетке ерсең сауап аласың. Мінезің көркемділік тұрғысынан пайғамбарға не істейді? Ұқсай бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ақрабукум мәжлисән минни яумал қияма", қиямет күні маған отырыста ең жақын болатындарың, мәжілісте, қазір отырғанымыз не деп айтады біздің? Мәжіліс деп айтады. Осындай мәжілісте ең маған жақын отыратындарың ахасинукум ахлақун. Неден? Ақлақ тұрғысынан ең көркемдерің дейді. Сөйтіп бұл хадисті оқып кейін Алла андай бір ой беріп қойды да, бұл не үшін мінез тұрғысынан не үшін ең жақын отыратындар деп ше. Сөйтіп мысалы Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранда айтқандай: "Ва иннака ла ала хулуқин азим" дейді. Сен өте ұлық мінездің иесісің дейді. Бірде араб тілін білетін адамдарға ала деп келген. Ала деген нені білдіреді? Үстіндесің дегенді білдіреді да. Яғни өте мықты мінездер болса,
сен соның несіндесің дейді, кәдімгідей төрінде үстінде отырсың дейді да пайғамбарымызға. Кім айтып жатыр? Алла тағала айтып жатыр да. Сонда пайғамбарымыз ең үстінде отыр екен, яғни былайша айтқанда мінездердің ең несінде тұр, шыңында тұр да пайғамбарымыз. Ал енді сен мінезің өте төмен болса, балақ жақта жүрсең де, аяқ асты жақта жүрсең, яғни төбеде емес, сөйтіп қияметте барып пайғамбарымызбен бірге отырайын десең, нең жетпейді, сенің бәрібір дәрежең жетпейді да, түсінікті ма? Былайша айтқанда, мысалы, бір миллионерлер болады ғой, миллиардтар туралы айтып жатыр да, сен жүрсің аяқта, 500 теңгем қайда деп ше. Сондай кезде не қыламайсың, сен ана кісілермен отырып сөйлесе алмайсың да, ана кісілердің несі деңгейі бөлек та ше. Миллиард айтып жатқан кезде не айтып жатыр ана кісілер деп жай шығып кетесің да өзің ше. Сол сияқты пайғамбарымызға да егер мінезің сәйкес келмесе, руханиятың, халің сенің ол пайғамбарымызға сәйкес келмесе, не істей алмайды екенсің? Мәжіліс тұрғысынан пайғамбармен отыра алмайды екенсің да, түсінікті ме? Сондықтан мінез тұрғысынан көркем болсаңдар, сол кезде маған да отыру тұрғысынан, яғни мәжіліс тұрғысынан не боласыңдар дейді, ең жақын боласыңдар дейді. Түсінікті ғой, сондай нәрсе екен. Сондықтан пайғамбарымыздың мінезін үйреніп, соған еру керек екен да. Ол үшін бірінші ілім алу керек. Енді бұл кісі пайғамбарымыздың мінезін, сипатын оқып үйренудің уәжіп екендігін айтады бұл кісі. Уәжіп дейді. Әр адамға яғни кәдімгі парыз сияқты не? Міндет дейді. Өйткені бірінші Алла тағала айтады: "Уа'ламу анна фикум расулаллах", біліңдер деп бұйрық беріп жатыр. Іштеріңде сендердің не бар? Елші бар екендігін біліңдер дейді. Бізде бұйрық нені білдіреді? Бұйрық деген нәрсе уәжіптікті білдіреді негізі. Асыл. Одан кейін екінші бір аятта: "Стазула ам лам я'рифу расулахум фахум лаху мункирун". Олар өздерінің елшілерін білмеді ма? Сөйтіп олар оған не істеді? Қарсы шықты, оны мойындамады дейді. Бұл бір екінші аят негізі мушриктерге түсірілген, Құрайыштың. Олар кәдімгі пайғамбарымыз көріп тұрған болған, соның өзінде не істемеген? Иман етпеген да. Олар сонда білмей ма дейді да, елшісі өздерінің араларында екендігін. Сонда олар көріп тұрып, сондай өте үлкен мықты кемел жаратылысты көріп тұрып, не істеп жатыр? Қарсы шығып жатыр да. Ал енді біз көрмесек, бізге қауіп бізде не? Сонда біздің күдікке түсіп кетуіміз, немесе жаңағыдай Алла сақтасын, күпірлікке түсіп кету ықтималдығымыз олардан да қатты не? Жоғарырақ та. Өйткені біз көзбен әлі көрген жоқпыз пайғамбарымыз. Сондықтан тануға не істеу керек екен? Ұмтылу керек екен. Бірінші дәлел осы аятта айтты, және соның толықтырушы ретінде айтып жатыр. Әл-уәжхул әуәлу, бірінші дәлеліміз: "Анна Аллаһ тағала амарал ибада ан юъмину бихаза расулил карим саллаллаху алейхи ва саллам". Бірінші Алла тағала бізге осы елшіге иман етуді не істеді? Бұйырды дейді. Құранда айтқандай: "Амину билла", бірінші Аллаға иман етіңдер, "ва расулихи", сосын елшісіне, содан кейін "ва нуриллази анзална, Аллаху бима та'малуна хабир". Біз түсірген нұрға, ол Құран, Құранға иман етіңдер. Алла тағала сендер не істеп жатқандарыңды біледі дейді. Аллаға, сосын елшісіне, сосын не деді? Құранға. Бұл бұйрық бір деді. Ал бұйрық нені білдіреді бізде? Уәжіп екендікті білдіреді. Ал иман етіңдер деп бұйырды ғой. Енді иман етумен Алланың елшісі туралы оқудың не қатысы бар, екеуінің не айырмашылығы бар? Сол туралы айтып жатыр. "Вал иману бихи саллаллаху алейхи ва саллам ятаталлабу минал ибад ан я'рифу фадла хадан набил карим". Енді Алла тағала иман етіңдер деп бұйырды. Ал енді бұл иман деген нәрсе құлдардан талап етеді дейді. Нені талап етеді? Сол елші туралы толықтай білуді талап етеді дейді. Түсінікті ғой? Яғни сен елшінің, Алла елшісінің сипатын білмейсің, кім екендігін білмейсің, қалай сен оған не істейсің? Иман еттім деп айтасың да. Мысалы біреу, мен бір мықты жазушының несімін деп айтады, бір фанатымын деп айтады да, мысалы. Сөйтіп сұраса, о қандай жазушы ол десе, білмеймін, негізі өзімді бір жақсы таный бермеймін ол кісіні деп айтса, айтасың, сен қалай сен оған мықты деп мойындайсың, егер оған танымайтын болсаң деп айтамыз ғой. Тура сол сияқты сен біреуге иман еттім, яғни пайғамбарға иман еттім дедің ба? Иман еттім деген сөз толықтай мен не істедім, ол кісіні мойындап, артына еруге не істедім? Яғни қол бердім деген сөз, келістім деген сөз.
Ал ондай нәрсе нені талап етеді? Сен біреуге толықтай еру деген нәрсе ол кісіні толықтай тани білуің. Алла тағала қандай кемелдік берген, сыртқы сипат болсын, ішкі мінездері болсын, қандай нәрсемен басқа нәрсе адамдардан ол артық, мысалы кез келген адам пайғамбар бола бермейді ғой. Демек ол кісінің бір артықшылықтары болған деген сияқты сенде не болу керек? Қызығушылық болу керек. Және оны оқу арқылы толтырасың. Сондай кемелдіктерді білуді не істейді? Иман деген нәрсе талап етеді дейді. Түсінікті ма? Және бұл кісі пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам басқа нәрселерден Алла тағала барлығынан жоғары қойды. Ең бірінші нәрсе бұл Алла тағала, мысалы кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетім қалған кезде Алла тағала өзі не істеді? Панасын алды. Әлем яжидика ятиман фаауа, біз сені жетім күйде тауып, сені ол жетім күйде таппады ма дейді Алла тағала. Одан кейін саған пана болмады ма дейді. Яғни атасының махаббатын қатты қылып қойды кімге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Сөйтіп атасы несіне панасын алды. Одан кейін Абу Талиб несіне алды? Панасын алды. Осының барлығы Алла тағаланың несімен екен? Қуаттауымен, Алла тағаланың өзінің панасын алуымен екен да. Әйтпесе кішкентай бала болды мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда да атасы оны басқалардан неге көрді? Артық көрді. Оның не ерекшелігі бар? Әлі пайғамбар болған жоқ, ештеңе болған жоқ. Демек Алла тағала не істеді оған? Жүрегіне махаббатты салып қойды да, ана менің елшімді асыра деген сияқты қылып ше. Және махаббатыңа бөле деп. Сондай ерекшеліктер берген екен. Осындай ерекшеліктер білу неге апарады? Иманға апарады дейді. Фахуа саллаллаху алейхи вассалам башарун ла кал башар кама аннал якута хаджарун ла кал хаджар дейді. Ол басқа адамдар сияқты емес адам. Қалайша басқа тастар бар, бірақ жақұт тас бар ғой, жақұт тас та тас, бірақ басқа тастар сияқты емес дейді да. Тура сол сияқты пайғамбарымызда адам, бірақ не емес? Басқа адамдар сияқты емес, бөлек жаратылысы. Одан кейін әл-уәжху сәни, екінші себеп, жаңағы пайғамбарымызды тануға уәжіп екендігінің екінші себебі анна Аллаһ тағала амара ал-ибада биттибаъин наби саллаллаху алейхи вассалам. Алла тағала не істеді? Өзінің елшісіне еруді бұйырды. Жаңа иман ету бір бөлек, иман еттігі сендік оның елші екендігіне. Екінші нәрсе соған еру. Еру енді істеріне, мысалы біреулер иман етуі мүмкін, бірақ толықтай істей алмауы мүмкін, ере алмауы мүмкін да істерінде. Екіншіде бұйрық бізге Алладан еруді бұйырды. Фақала тағала астағфируллах قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Алла тағала айтып жатыр: ей Мұхаммед, айт дейді, кез келген үмметіңе айт, қазіргі Құрайшқа айт, ертең келетін үмметтерге айт, 21-ші ғасырда келетін Қызыл мешітте отыратын жігіттерге айт, бәріне айт дейді. Егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда маған еріңдер деп айт дейді барлығына. Яғни Алла тағала не істеп жатыр? Маған деген махаббаттарыңды көрсетудің жолы ол не нәрсе дейді? Пайғамбарға еру дейді, түсінікті ма? Яғни сен мысалы кейбір досыңды, бауырыңды жақсы көресің да, немесе біреу өзінің әйелін жақсы көреді, сөйтіп не істейді? Өзінің махаббатын бір істермен көрсете алады, сыйлық сыйлайды, немесе жақсы сөздер сөйлейді оған. Сен оның сөз арқылы, оның саған деген мәмілесі арқылы несін білесің? Махаббатын білесің. Ал енді Алла тағалаға біз махаббатты қалай көрсетеміз? Алла тағаламен тікелей сөйлесе алмаймыз, дұрыс па? Онда айтып жатыр, дәлел сендерге көрсеткілерің келсе, онда не істеңдер дейді? Жақсы көретін болсаңдар, онда елшіге еріңдер деп жатыр. Қаншалықты ересің, соншалықты не болады екен? Аллаға деген махаббатың екен. Өйткені Алланың жақсы көрген құлы да, сен Алланың жақсы көрген құлына еру арқылы не істеп жатсың? Аллаға қарай жол тауып жатсың, Аллаға қарай байланыс тауып жатсың. Түсінікті ма? فجعل سبحانه الدليل الصادق على محبته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Алла тағала өзіне деген шынайы махаббатты Алланың пайғамбарға деген махаббатпен
не істеп қойды, қылып қойды дейді. Өзіне деген шынайы махаббатты дәлел қылып қойды Алланың елшісіне не істеумен, ерумен. Түсінікті ме? Соны дәлел қылып қойды. وقال تعالى استعذ واتبعوه لعلكم تهتدون. Сендер Алланың елшісіне не істеңдер, еріңдер. Расында тахтадун не істейсіңдер, жол табасыңдар дейді. Жол табасыңдар деп жатыр. Енді не нәрсеге жол табасыңдар, тура жол табасыңдар десе, тәпсірде иля ма фихи саадатукум фид дуnya вал ахира. Осы дүниеде де және ақыретте де сендердің қуаныштарың болған, бақыттарың болған шынайы бақытқа не істейсіңдер, жол табасыңдар дейді. Елшіге не істеу арқылы, еру арқылы. Түсінікті ме? Енді бұл еру деген нәрсе ятаталлабул бахса ан а'малихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыздың істері жайында іздеуді талап етеді екен. Яғни бізге пайғамбарға ер деді. Қалай ереміз десек, білмейміз. Онда нені талап етеді бұл еру деген нәрсе? Оның істері жайында білуіміз. Пайғамбар не істеген, мысалы, тұрғанда не істейтін еді, әжетханадан шыққанда не істейтін еді, күнделікті қандай істері бар еді деген сияқты біз сол нәрсені не істеп бастаймыз? Іздеп бастайды екенбіз. Түсінікті ме? Еру міндет. Енді сол еруге жасай алуымыз үшін соның амалдары туралы пайғамбарымыздың қандай амалдар істеген, соны іздеп бастайды екенбіз, соны талап етеді дейді. Ва ахвалихи, халдері жайында, әр халде әртүрлі болды. Әйелдің қасында қандай ұстанымда болды, дұшпанмен келген кезде қандай халде болды, жағдайда болды. Біз соған еруіміз үшін біз соны іздеп бастайды екенбіз. Екінші. Ва ятаталлабу та'арруфа иля сажаяхул каримати ва ахлақихил азимати. Және де бұл еру деген нәрсе пайғамбарымыздың ардақты қасиеттеріне және де ұлы мінездеріне деген ізденісті міндет етеді, талап етеді дейді. Түсінікті ғой? Екінші нәрсе не дедік? Міндет еру дедік. Сол еру енді неге апарады бізді? Оның істері, сөздері және халдері жайында іздеуімізді талап етеді. وَلْيُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ اتِّبَاعًا كَامِلًا شَامِلًا. Не үшін? Біз пайғамбарымызға толықтай кәміл түрде ере алуымыз үшін. Сен күнделікті мысалы 2-3 қана сүннетін білсең пайғамбарымыздың, ол кезде сен не деп айтамайсың? Толықтай пайғамбарымызға мен еріп жүрмін деп айтамайсың да. Сонда бұл пайғамбарымызға толықтай еру үшін не істей алу керек? Әртүрлі күнделікті амалдарын көбірек біле беруің керек та. Өйткені білмесең сен не істей алмайсың? Ере алмайсың. Енді кімнің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары істерінде болсын, пайғамбарымыздың сөздерінде, халдерінде, бүкіл нәрсесінде, тіпті әдеттерінде де не істейтін еді дейді. Қатты былай айтқанда яхрисун деген, хирс деген неге қолданады негізі? Бір ашкөздік, сондайға қолданады. Түсінікті ме? Кәдімгі пайғамбарымыз не істейді екен, қазір қайтып жейді екен деп бүкіл істінде не істейтін болған? Қатты қарайтын болған да. Тіпті әдеттерінде дейді. Мысалы, әдет деген нәрсе бұл пайғамбар мысалы бір нәрсені жақсы көреді тамақтардың ішінде ше. Оның әдеті да, түсінікті ме? Бірақ ол бізге не істелмейді? Ол еруге ол нәрседе сен не емессің? Міндеттемесің. Өйткені бір адам бір тамақ жақсы көруі мүмкін, екінші адам оны жақсы көрмеуі мүмкін да. Бұл Алланың қойған саған табиғаты. Бұл нәрседе сен еру міндетті емес, бірақ сахабалар сонда да өздерінің махаббаты арқылы не істейтін болған? Өздеріне ұнамайтын нәрсені ұнайтынға айналдырып жіберетін болған да. Мысалы, Анас ибн Малик радиаллаху анху, пайғамбарымыз тамақ жеп жатқан көрдім дейді, сөйтіп қарасам, тамақтардың ішінде асқабақты көбірек жеп жатыр екен дейді. Көбірек жеуі неге дәлел? Оның жақсы көретіндігіне дәлел. Сөйттім да содан бастап асқабақты не істейтін болдым дейді, жақсы көретін болдым дейді. Не деген, яғни махаббат не істеп жатыр сонда? Әшейін еру міндетті болмаған нәрсенің өзін не істеп жатыр? Ергізуге апарып жатыр да. Махаббатпен ғана болатын нәрсе да. Өйткені сен табиғатын қаламаған нәрсені қалай не істейсің, мысалы, ұнатуға болады да. Сөйтіп сахабалар бүкіл нәрседе ерді дейді. Тек қана пайғамбарымызға не болған нәрседе ғана өзіне қатты тән болған, өзіне ғана бұйырылған бір нәрселер болады Алла тағаладан. Оны хосаисун наби дейді. Пайғамбарға тән, өзіне ғана тән ерекшеліктер. Ол жерде бізге еруге болмайды. Мысалы, қандай мысал келтіруге болады? Сомул висол деген бар, ораза. Қандай ораза? 2 күн, 3 күн қатарынан ауыз ашпай ұстай беру деген нәрсе бар. Бұл пайғамбарымыздың өзінің несі?
өзіне ғана тән ерекшелік. Сахабалар баста еріп бастаған, сөйтіп сол кезде айтады пайғамбарымыз, бұл нәрседе сендер ермеңдер, сендерге бұйырылған нәрсе емес дейді да, бұл менің өзіме тән нәрсе. Сол кезде сен Алланың елшісі, сен өзің істеп жатсың ғой бұл нәрсені деп айтады. Сол кезде сахабалар көрген ғой, 2-3 күн бойы ештеңе істемей жүрген. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, мен Раббым не істейді? Тамақтандырады, және Раббым менің өзі не істейді? Сусындандырады дейді да. А сендерде ондай нәрсе жоқ қой деген сияқты. Түсінді ме? Сонда баста сахабалар не істейтін болған? Бүкіл нәрседе ере береді, сұрамайды. Мысалы, мына бізге міндет па, міндет емес па деп сұрамайды да. Не істейді? Бірден ере береді. Қашан пайғамбарымыз, ой, қойыңдар, бұл нәрсе сендерге емес, бұл маған деген кезде барып не істейді? Тоқтайды. Мысалы, бір намазда тұрды да, мына жерде толықтай оқысақ, қала аллама ас-Сануси рахимахуллах. Аллама ас-Сануси деген кісі, ғалым кісі, ақида пәнінен өте мықты кісі. Сол кісі айтып жатыр, фи шархи муқаддиматихи وقد علم من دين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم من غير توقف. Сахабалардың дін ұстанымынан білінді дейді бізге жеткен хабарлардан. Олардың пайғамбарға ешқандай тоқтаусыз ергендері дейді. Бірден істесе ешқандай не істейді екен, ойланбастан ере берді екен, сұрамайды екен да. وَلَنْ نَظَرَ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. Бүкіл істерінде, афалдарында және де сөздерінде ере береді екен, тек қана бір нәрсе пайғамбарымызға өзіне ғана тән болған кезде ғана не істейді екен, тоқтайды екен да. فقد خلعوا نعالهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. Олар өздерінің аяқ киімдерін шешіп тастады, пайғамбарымыз аяқ киімді шешкен кезде дейді. Бұл нәрсе пайғамбарымыз намазда тұрады, сөйтеді дағыны. Намаз бірінші, ол кезде мешіттің ішінде құм, топырақ сондай ғой, мынандай пол болмаған, сөйтіп аяқ киіммен оқитын болған. Сол кезде пайғамбарымыз аяқ киіммен оқыды, сахабалар да не істеп жатыр, бәрі аяқ киіммен оқып тұр. Сөйтіп намаздың үстінде пайғамбарымыз аяқ киімді шешеді. Сол кезде сахабалар бірден қарайды дағын не істейді? Аяқ киімдерін шешіп жатыр да. Сұрап атқан жоқ, немесе жаңа бір үкім келді ма деп атқан жоқ. Сөйтіп кейін намаздан кейін айтады, пайғамбарымыз маған Жебирил келіп, жаңағы аяқ киімінде бір нәжістің бар екендігін айтты. Сосын барып тоқтадым, яғни шештім деп жатыр да. Сендерге ондай бір қажеттілік жоқ деген сияқты. Түсінді ме? Олар болса, ондай нәрсені күтіп атқан жоқ, бірден не істеп жатыр? Еріп кетіп жатыр. Сол сияқты бір алтын жүзігін пайғамбарымыз тастаған кезде, сол жерде тұрғандардың барлығы алтын жүзіктерін не істейді? Тастайды. Харам болды ма, бізге болмайтын болды ма деген нәрсе сұрап атқан жоқ. Пайғамбарымыздың ісін қарады да, тастады, не істеді? Барлығы тастап кетіп жатыр да. Сондай нелер болған дейді. Оқиғалар. Дәлелі енді бұл кімнің? Сахабалардың бүкіл нәрседе еретіндіктеріне. وحصر أبو بكر وعمر في قصة جلوسهما على البئر كما فعل عليه السلام. Yani Omar мен Абу Бәкір радиаллаху анхума біріне де құдықтың несінде отырады, пайғамбарымыз аяғын салбыратып, сөйтіп өзінің киімін несін етегін тізесіне дейін көтеріп қояды да, тізесін көрсетпейді, бірақ балтыр жақты ашып қояды да. Сол кезде Абу Бәкір радиаллаху анху келеді, пайғамбарымыз отырысын көріп, тур солай отырады, сұрамайды, бұл нәрсе біліп тұр ғой, бұл нәрсе сүннетте емес, бір діни нәрсе емес екенін біліп тұр да, бірақ не істеп жатыр? Пайғамбарымыз отқаннан кейін отырып жатыр. Артынан Омар радиаллаху анху да келеді да, тур сөйтіп не істейді? Отырады. Бұның барлығы не дейді? Дәлел екен. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вада қоштасу қажылығында шашын алады. Сол кезде бүкіл адам, әнерде тұрған сахабалар шашын алып атқан кісіге ұмтылады, жүгіреді, яғни пайғамбарымыздың шашынан не алып қалу үшін өздеріне бір-екі болса да әйтеуір өздеріне үлес алып қалу үшін. Ертең сол арқылы не істемекші пайғамбарымызға? Яғни табаррук деген, береке алу деген бар ғой бізде, бір жақсы кісінің киімін алып ырым деп атады ғой. Сол сияқты пайғамбарымыздың несінен, сақалынан, шашынан не істейтін болған? Сахабалар береке алуға ұмтылатын болған. Кәдімгідей бір-бірімен төбелесіп кете жатады дейді, сол шашын алып атқан кезде таласып. Түсінді ме? Енді бұл нәрселердің барлығы сахабалардың бізге жеткен хабарлары нені білдіреді? Ешқандай тоқтаусыз ергендіктің білдіреді бұл нәрсе. Тіпті
бәл кану юхиббуна ма юхиббуху саллаллаху алейхи вассалам минат таам ва якрахуна ма якраху. Пайғамбарымыз жақсы көрген тамақтарды жақсы көретін еді, пайғамбарымыз ұнатпаған тамақтарды не істей салатын еді, ұнатпай қоя салатын еді дейді. Мысалы пайғамбарымыз бір неде нені сарымсақ, чеснок қазақшасы сарымсақ қоя, сол сарымсақты жеуді қояды. Өйткені оған кім келеді? Жибрил алейхиссалам келгендіктен зиян береді да ол нәрсе. Сөйтіп сол үшін қояды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Содан кейін бірақ кейбір сахабалар не істейтін болған, уже сарымсақ жемейтін болған да. Пайғамбарымыз жемеді, мен де жемеймін деп. Біздің де бір ұстазымыз бар тұғын, сарымсақ жемейді, қайтып жейсіңдер, пайғамбар жемеген нәрсені деп өзіне сондай міндет етіп алған да ол нәрсені ше. Бұл екінші дәлел. Бірінші иман дедік, ол нені білуді талап етеді дедік. Екінші еру дедік, міндет болған. Ол да нені талап етеді? Пайғамбарымыздың бүкіл ісін, сөзін, сипатын бәрін білуді талап етеді дедік. Енді үшінші дәлел, анналлаху тағала аужаба алал муъминин ай юхиббу набия саллаллаху алейхи вассалам фауқа махаббатил абаи вал абна. Алла тағала мұсылмандарға міндет етті пайғамбарымызды жақсы көруді дейді. Өздерінің әкелеріне және балаларына деген махаббаттан да жоғары жақсы көруді бұйырды, кәдімгідей міндет деп айтты. Жақсы көрсеңдер абзал деп айтып отқан жоқ. Кәдімгідей әке-шешеден, ұнаса да ұнамаса да, әке-шешеден де, баладан да, малдан да, барлығынан не істеуді, жақсы көруді бұйырды. Вәл азважи вәл аширати, күйеулер болсын, әйелдер болсын, немесе біреулердің туыстары болсын, вәт тижарати вәл амвали, саудалардан да қатты жақсы көруді, мал дүниеден де қатты жақсы көруді бұйырды кәдімгі. Ва ауада ман тахаллафа ан тахқиқи залика бил иқаб. Тіпті мына аятта ауыр аят енді. Осы келесі аяттағыдай Алла тағала бұл нәрсені істемеген адамға, жаңағыдай махаббат болмаған адамға кәдімгідей бір жазаны уәде еткен дейді. Келесі аятта келеді. Бұл аятты да ауыр аяттардан деп айтқан ғалымдарымыз. Истағфирулlah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға бұйырып жатыр, ей Мұхаммед айт дейді, егер сендердің әкелерің, балдарың, бауырларың, және де туыстарың, және де амуалин иқтарафтумуха, өздерің тапқан малдарың, ва тижаратун тахшауна касадаха, және құрдымға кетуінен қорыққан саудаларың, ва масакину тардаунаха, өздерің тұрып жатқан үйлерің, мекендерің, өздерің разы болып тұрып жатқан үйлерің дейді. Егер болса, не болса? Ахабба илайкум миналлахи ва расулихи. Аллаға деген махаббаттан жоғары болса, және де Алланың елшісіне деген махаббаттан жоғары болып кетсе дейді, жаңағы тарап. Жаңағы айтылған нәрселер бар ғой, соларға деген махаббатың осы Аллаға деген және Алланың елшісіне деген махаббаттан жоғары болып кеткен болса, ва джихадин фи сабили, Алланың жолында күресуден жоғары болып кетсе, яғни малыңды қимай, дүниеңді қимай, Алла жолында күресуден тосылып қалатын болсаң, фатараббасу хатта яти Аллаху би амри, онда күтіңдер, Алла сендерге бір істі алып келгенге дейін дейді. Бір істі деген, яғни бұл жерде не емес, жақсы іс емес та, бұл бір істі алып келгенге дейін сендер онда күте беріңдер. Валлаху ла яхдил қаумал фасиқин. Алла тағала фасық қауымды не істемейді, тура жолға салмайды дейді. Сонда тура аяттың соңғы несі, мағынасы былайша айтып жатқан сияқты да, алдыңғы нәрселерді көбісі жақсы көреміз деп айтады, бірақ яғни Алла елшісін солар жақсы көреміз деп айтады, бірақ көбінесе нелері басын түсіп кетеді дейді. Дүниеге деген, немесе отбасына деген махаббаттары негізі көбісінің артық болып кетеді дейді да. Бұл көбінесе кімдердің несі? Пасықтардың сипат екен да. Соңғы аят сонымен бітіп жатыр. Яғни Алла тағала пасықтарды тура жолға салмайды дейді. ولا ريب أن أسباب المحبة ترجع إلى أنواع الجمال والكمال والنوال كما قرره الإمام الغزالي رضي الله عنه. Енді махаббатқа бұйырды Алла тағала кәдімгідей жақсы көруді. Өйткені сені оттан құтқарып жатқан, сен үшін неше түрлі жан пида қылып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бәрінен жақсы көруге ең лайықты адам ғой негізінде, дұрыс па? Өйткені біз келмей жатып, дүниеге келмей жатып,
біздің немізді уайымдап кетті, халімізді уайымдап кетті. Кез келген әке шешеміз ары кетсе бізден алдын сәл уақыт бұрын өмір сүрген, одан алдын олардың өздері де жоқ болды, мысалы бізді уайымдайтындай. Ал алла елшісі болса, біз келмей жұтып қияметке дейінгі үммет үшін бәрқайсысынан не істеп кеткен, дұға етіп кеткен да. Сондықтан пайғамбарымыз неге махаббатқа ең лайықты адам да. Ал енді ол махаббат не нәрсемен барады? Бұл нәрсе мысалы біреуді жақсы көруің әртүрлі себептермен болады ғой. Мысалы біреу дүние үшін жақсы көреді, біреу мысалы шыншыл болады, сол үшін жақсы көресің, мә бұл шыншыл адам, сол үшін жақсы көремін деген сияқты. Сондай махаббаттың әртүрлі себептері бар дейді. Ол әдемілік болуы мүмкін дейді. Одан кейін кемелділік болуы мүмкін дейді. Бір адам кемел да, мысалы мінезі кемел, сол үшін жақсы көруі мүмкін дейді. Уән-науәл деген жалпы жомарттығы үшін жақсы көресің дейді біреуді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда бұл нәрселердің барлығы бар. Жәмәл да бар, сұлулық, кәмәл да бар, кемелдік, одан кейін науәл, жомарттығы да бар. Бір адамды мысалы бір қарапайымдылық үшін жақсы көресің, бір адамды бір сый берген үшін жақсы көресің ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болса не істеген? Қандай сипат бар, сол сипаттардың барлығының ең жоғарғысында тұрған да. Сен бір адамды бір себеп үшін жақсы көрсең, мысалы жомарттық үшін жақсы көрсең, пайғамбарда ондай нелер көп, себептер көп та жақсы көруге, түсінікті ма? Кез келген қандай жақсы мінезді қалайсың, пайғамбардан табуға болады. Сонда бұл кісі ең махаббаттың барлығына лайық кісі болып тұр екен да. Сыртқы бейне десең де, олайша не үшін кемел етіп қойған Алла тағала? Өйткені ертең ешкім Аллаға барып айтамайды да. Мысалы, сен бізге бір дұрыс сөйлей алмайтын адамды жібердің, немесе бізге бір түрі жаман адамды жібердің, біз одан шошып иман ете алмай қалдық деген сияқты не айтамайды? Үзір айтамайды да. Алла тағала айтады, саған кез келген адамнан артық түсетін, кемелділік тұрғысынан кез келген адамды басып түсетін адамды жібердім, сен қалайша иман етпейсің деген кезде пенде не істей алмайды? Ешқандай үзір таба алмай қалады да. Сондықтан сыртқы болсын, ішкі болсын, кемелділіктерді не істеп тастаған? Алла тағала жоғарылатып ерекшелеп қойған екен. Сол махаббатқа апаратын нәрсе осы толықтай кемелділігі, сұлулығы, баршасын сипаттарын білуге апарады екен. Себеп болады екен осы нәрсе. ولذلك كان من الواجب على المكلف أن يتعرف إلى جمال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Сондықтан да кез келген мүкәлләф адам балиғатқа толған, ақыл-есі дұрыс адам ғой, сондай адамдардың барлығына уәжіп болды. Алла пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның сұлулығына не істеуі, ізденуі, сұлулығын жайында танысуы уәжіп болды. Ва махасинихил хулуқия, және махасинихил хилқия, өзінің көркем сыртқы сипаттары жайында білу. Ва камалатихил нафсия ва рухия, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның рухани және нәпсі деген, яғни ішкі жан дүниесінің кемелділігі жайында білу бізге не болды дейді? Кез келген мүкәлләф адамға міндет болды. Бұл үшінші себеп екен, яғни үшінші себеп махаббатты Алла тағала міндет деп қойды, ал ол махаббатқа апаратын нәрсе ол кісіні толықтай тану. Төртінші себеп енді أن اطلاع الإنسان على أوصافه صلى الله عليه وسلم العظيمة وشمائله الكريمة ليعطي صورة علمية تنطبع في القلب. Төртінші себеп енді пайғамбарымыз туралы білудің. Ол адамға пайғамбарымыздың толықтай сипатымен бір іліми сурет беру үшін дейді. Іліми сурет дегеніміз, яғни мысалы бір адамды саған толықтай сипаттап берсе, сенің зихніңде, ойыңда не болады? Сол адам туралы жалпылама бір сурет қалыптасады. Сол сияқты пайғамбарымыздың толықтай майда шүйде нәрсесі болсын, сыртқы сипаты болсын, толықтай егер оқитын болсақ, біздің ойымызда бір пайғамбарымыз туралы бір сурет не қалыптасады. Түсінікті ма? Яғни толықтай білмесек те бір жобалап пайғамбар туралы бір суретті қалыптастырып, біреу сұраса отырып айтып бере алатындай, яғни көзбен көріп тұрғандай отырып айтып бере алатындай неге жетеміз? Дәрежеге жетеді екенбіз. Төртінші себебі осы нәрсе.
Біреулер мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім түсімде деп айтып жатады ғой, бірақ пайғамбарымызды түсінде шынайы көрген көрмегеннің белгісін қаяқтан білесің? Егер пайғамбардың сипаттарын осы кітаптарда келгендей, хадистерде келгендей толық білетін болсаң, сөйтіп сен сол оқығаныңдай сәйкес келетін болса, мысалы бір сурет қалыптасады дедік адамда, сол қалыптасқан суретіне сай келсе пайғамбарымыз түсінде, мысалы қатты ұзын да емес, қысқа да емес деген сипаты бар, одан кейін жүзі жаңағыдай ақ болған, бірақ сәл қызғылт тартып тұратын тұғын деген сияқты. Сондай нәрселер сипатымен сәйкес келсе ғана не істей алады екенбіз? Пайғамбарымызды көрдім деп айта алады екенбіз да. Мысалы шайтан менің суретіме кірамайды деп айтады ғой түсте. Ол түсте кірамайды дегеннің мағынасы тура мен сипатым сияқты кірамайды дейді да. Бірақ басқа біреулердің басқаша сипаттармен кіре беруі мүмкін. Дәл пайғамбарымыз емес, басқа бір адамның суретімен келіп, мен пайғамбармын деп не істеуі мүмкін, оған келе беруі мүмкін да. Ал бірақ дәл біз кітаптарға жеткендей сипаттағыдай болуы пайғамбарымыздың, сөйтіп ібіліс немесе шайтан соның суретінде болуы не емес екен? Бұл нәрсе мүмкін емес екен, түсінді ме? Сонда біреу толықтай пайғамбарымыз көрдім деп айта алу үшін осы сипаттар не болу керек? Оның сәйкес келу керек. Түсінді ғой? Бұл төртінші сипат екен. Енді бесінші сипат, бесінші не дәлел, ол туралы оқудың уәжіп екендігінің. الوجه الخامس أن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماع أوصافه ونعوته تحيا قلوب المحبين. Енді пайғамбарымыз туралы оқу, оның сипаттары туралы есту арқылы жақсы көруші, шынайы жақсы көруші адамдардың жүректері тахия, естиді, тірілет дейді. Ва татрубу арвахухум ва уқулухум, және олардың рухтары, ақылдары бір рахатқа бөленеді. Ва яздаду хуббухум, олардың махаббаттары артады. Ва ятахарраку иштияқухум, және олардың Алла елшісіне деген сағыныштары не істейді? Артады дейді. Соңғы ақынның сөзі бар екен. Жалпы мағынасында айтады: бауырларым, достарым, егер сендерге сүйікті пайғамбарымыз алыс болса, оның тұрған жері алыс болса дейді. Біз көре алмадық қой пайғамбарымызды. Сондай алыс болып жатса, және сендерден оны көруді, пайғамбарымызды несі мүмкіншілігі өтіп кеткен болса, фама фатакум биссам'i хази шамаилуху, ол мүмкіндіктер өтіп кеткенмен, ол туралы есту, сипаттарын есту, ол туралы сипаттарын оқу мүмкіндігі не істеген жоқ, өтіп кеткен жоқ қой дейді да. Яғни есту арқылы да не істей аласыңдар дейді. Дәл көргендей болып, жүректеріңді тірілтуге мүмкіндіктерің бар дейді. Имам Құртуби деген кісі айтады, көп адамдардың енді пайғамбарға деген махаббаты бар дейді да. Бірақ та көп адамдар шахуатқа батып кеткен, одан кейін ғафылдықта жүр дейді. Ғафыл деген, мысалы, бір мәселе жайында білмейтін адамды ғафыл деп айтады, көбінесе, яғни ілімсіз деген сияқты сөз ғой. Бірақ діни мәселеде айтылған кезде ғафыл деген, яғни көбінесе ақыретті ұмытып жүреді. Өзі бір ақыретті ойлап жүрген сияқты болады, бірақ негізі өзі тек қана дүние жайында ойлап жүрді, өзі білмеген халде. Бұл ғафыл деп айтады. Сондай ғафылдықта жүр дейді. Бірақ оларға пайғамбар туралы саллаллаху алейхи вассалам бір айтылған кезде не істейді дейді? Бір қуанып, тағы да бір естігісі келіп, сөйтіп өздерінің нелері артып кетеді дейді, махаббаттары ше. Бірақ шахуаттары көп болғандықтан, дүниеге деген қызығушылығы, әркімнің мысалы біреудің әйелге деген қызығушылығы қатты, біреудің дүниеге, біреудің машинаға деген сияқты көп қой қатты. Сондай шахуаттары себептен демде ана махаббаттары жаңағы кеп тұрған махаббат бар ғой. Мысалы қазір естіп жатқанда бәріміз не істеп тұрық қазір? Шіркін пайғамбарымыз көрсек қой, қияметте бірге болсақ қой деп тұрық қой. Сәлден кейін кетіп қалатын болса, бұл адамнан мынандай қорқыныш бар дейді. Бұл адамға қорқыныш бар. Сол ең асылғы махаббат бар ғой, әр адамда қазір біреуде көп, біреуде аз, әйтеуір кішкентай болса да біреуде не бар? Мұсылманмын деген адамда бір үлпілдеген болса да бір кішкентай махаббат болады. Бірақ сәлден кейін бірден ұмытып кете беретін болса, онда ол ең асылғы махаббат та бір күні не істеп кетуі мүмкін дейді, жоқ болып кетуі мүмкін дейді. Сонда пайғамбарға деген махаббат мүлде қалмай қалуы мүмкін дейді. Егер қазір үлпілдеп тұрған болса, тек қана айтқан кезде бір серпіліп
кейін қайтадан ұмытып кете беретін болсаң, өздігіңнен бір отырып ол кісі туралы көп оқымасаң, онда ең асылғы махаббат түбімен не істеп кетуі мүмкін, жоқ болып кетуі мүмкін дейді. Ол түбімен жоқ болып кетті деген сөз, демек не ол? Адам иман жоқ деген сөз да, яғни пайғамбарды жақсы көрмесең қалай сенде иман болады. Сондықтан пайғамбарымыз туралы иншалла осы дәрісті енді аяғына дейін жеткізсек, толықтай танысақ, алла елшісі туралы иманымыз иншалла, махаббатымыз иншалла не істейді, артады деген сенімдеміз. Соған осы естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Пайғамбарымызға деген махаббатқа жүрегімізді Алла тағала толтырып қойсын. Алла тағала пайғамбарымызға деген сүннеттеріне деген махаббатымызды арттырып қойсын. Махаббат әлемді құтқарады деп айтады ғой, сол сияқты бұл қазіргі әлемде шубха, күдік тараған әлем. Тек қана пайғамбар туралы білу, ілім алу жеткіліксіз. Бірінші ілім алу керекпіз, қалай өмір сүрген. Екінші махаббат болу керек. Өйткені тек қана құрақ іліммен жүретін болсаң, бір күні бір-екі дәлел әкеліп, жаңағы дінсіздер бірдеңелер саған келіп күдік салып жесе болды. Міне сенің кітабыңда бүйтіп келіп тұр. Міне пайғамбар сен жас қызға үйленген, бірдеңе десе не істеп алып кетіп қалуы мүмкін. Үлпілдеген ғана махаббатың болса, бір күні ұшып кетеді бәрі ше. Сондықтан бір күні мықты шәкірт болып жүру мүмкін, бір күні халің басқаша болып кетуі мүмкін. Сондықтан ең бірінші Аллаға деген махаббат, одан кейін Алла елшісіне деген, дініне деген махаббатты әрдайым не істеу керек, сұрап жүру керек. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.